13-ші лекция оқу тәрбие үдерісінде қолданылып, айтарлықтай нәтиже беріп жүрген инновациялық педагогикалық технологиялар. Инновациялық педагогикалық технологиялардың мәні мен маңызы. Оқу тәрбие үдерісіндегі инновациялық технологиялардың рөлі. Қашықтан оқыту технологиялары. Қашықтан оқытудың негізгі принциптері мен құралдары. Қашықтан оқытудың артықшылықтары мен кемшіліктері және қашықтан оқытудың оқу үдерісіне ықпалы. Оқу тәрбие үдерісінде қолданып айтарлықтай нәтиже беріп жүрген инновациялық технологиялар. Модульді оқыту жүйесі, геймификация, яғни ойын элементтерін қосу және жобалау әдісі. Қашықтан оқыту технологиялары. Қашықтан оқыту соңғы жылдары ерекше даму үстінде. Бұл технология білім беру процесін оқу орнынан тыс жерде ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Оның ерекшеліктері: интерактивті онлайн платформалар, видеоконференциялар, оқу контентін онлайн түрінде ұсыну, қашықтан оқыту білім алушыларға уақыт пен кеңістік шектеулерді жеңуге, білім алу процесін жеке бағдарламаға сай құруға мүмкіндік береді. Смарт технологиялары. Бұл технологиялар білім алушыларға визуалды түрде білім алуға, сонымен қатар ақпараттарды жылдам алуға мүмкіндік береді. Мысалы, интерактивті тақталар арқылы оқушыларға түрлі визуалды ақпараттар мен тапсырмаларды ұсынуға болады. Қарқынды оқыту технологиясы. Бұл технология білім алушылардың жылдам және өзара терең оқуына мүмкіндік береді. Оқу үдерісінде теория мен тәжірибенің үйлесімділігі басты назарда болады. Мұнда оқушылардың оқуға деген қызығушылығы артуы мақсатында ойындар мен шығармашылық тапсырмалар қолданылады. Бұл әдіс оқушылардың ақпаратты тез әрі тиімді меңгеруіне көмектеседі. Модульдік оқыту жүйесі. Бұл жүйе оқыту процесін шағын модульдерге бөлуге негізделген. Әр модульде нақты бір тақырыпты терең меңгеру көзделеді. Модульдер арасында байланыс орнатылып, оқушыларға әр кезеңде нақты нәтиже көрсетіледі. Интерактивті әдістер. Интерактивті әдістер арқылы оқушылар тек тыңдаушы ғана емес, оқу процесіне белсенді қатысушы болады. Олар әртүрлі тапсырмалар мен жобалар арқылы өз білімдерін тексеріп, жаңа ақпаратты өз бетімен іздейді. Бұл әдістер арасында тренингтер, рөлдік ойындар, пікірталастар, топтық жұмыс түрлері кеңінен қолданылады. Оқушылардың сыни ойлау қабілетін дамытып, топта жұмыс істей алу дағдыларын қалыптастырады. Геймификация, яғни ойын элементтерін қосу. Бұл әдіс арқылы күрделі тақырыптарды жеңіл әрі қызықты түрде түсінуге болады. Оқушылардың мотивациясы жоғарылап, оқу процесіне деген белсенділігі артады. Мысалы, білімді тексеру барысында ойын түріндегі тапсырмалар, марапаттар мен балдар жүйесі қолданылады. Жобалау әдісі. Жобалау әдісі ерекшеліктері: жобалау жұмыстарын оқушылардың дағдылары мен қабілеттерін дамытуға әсері. Жобалау әдісін әртүрлі пәндерде қолдану негізгі мақсат болып табылады. Ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды оқыту мен тәрбиелеу. Бұл балалардың жеке ерекшеліктері мен даму ерекшеліктерін ескере отырып, оларға қажетті жағдайлар жасауға бағытталған педагогикалық үдеріс. Бұл балалар физикалық, зияткерлік, эмоционалдық немесе әлеуметтік дамуында қиындықтарға тап болуы мүмкін. Сондықтан оларды оқыту мен тәрбиелеуде ерекше тәсілдер қажет болады. Ата-аналарға кеңестер. Баланың мүмкіндіктерін түсіну. Әр баланың өз мүмкіндіктерін және қабілеттерін білу маңызды. Бұл үшін арнайы педагогикалық бағалау жүргізу қажет. Баланың күшті жақтарын анықтап, оның дамуына қажетті қолдауды ұсыну қажет. Төзімділік пен түсіністік. Ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалар үшін әрбір жаңа дағдыны меңгеру уақытты талап етуі мүмкін. Сондықтан ата-аналар баланың жетістіктерін бағалап, сабырлы әрі қолдаушы болуға тиіс. Төзімділік пен түсіністік. Ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалар үшін әрбір жаңа дағдыны меңгеруге уақытты талап етуі мүмкін. Сондықтан ата-аналар баланың жетістіктерін бағалап, сабырлы әрі қолдаушы болуы тиіс. Қорытындылай келе, жалпы алғанда инновациялық педагогикалық технологиялар оқушылардың білім алу процесін жеңілдетіп, қызықты әрі тиімді етеді. Бұл әдістер білім алушыларды тек теориялық біліммен ғана емес, практикалық дағдылармен де қаруландырады. Технологияларды қолдану арқылы оқушылардың сыни ойлау қабілеттері дамиды.
ақпаратты тиімді өңдеуге, шешім қабылдауға дағдыланады. Бұл технологиялар нәтижелі болу үшін мұғалімнің біліктілігі мен әдіс тәсілдерді дұрыс таңдай білуі маңызды болып табылады. Назарларыңызға рахмет.